Сәлем достар, сіздермен бірге Alina News ақпараттық жобасының екінші маусымы. Біз бұл жобада компания жаңалықтары мен брендтер оқиғалары жайлы айтып береміз. 3 қазан 2025 жылы Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды Alina Group зауытына іс-сапармен барды. Завершающим объектом стал завод сухих строительных смесей компании Alina Group, основанный в 1989 году. Сегодня это одно из ведущих предприятий строительной отрасли Казахстана. Мы обеспечиваем полный цикл производства строительно-отделочных материалов. 7 қазан 2025 жылы өткен халықаралық HR for People HR форумында Alina Group тағы бір мәрте жеңіске жетті. HR саласындағы ең үздік жобалар осы беделді премияға үміткер болады. Биыл Alina Group 2025 жылдың ішкі коммуникациялар бойынша ең үздік жоба номинациясына бірінші орынды иеленді. Байқауға Alina News жаңалықтары жобасы ұсынылған болатын. Alina News жаңалықтарын жасап жүрген барлық әріптестерімізді лайықты жеңіспен құттықтаймыз. Decorex және Alina Paint брендтері барлық өнімдер бойынша пайдалы видеороликтер түсіру жұмыстарын аяқтады. Енді көп ұзамай біздің сатып алушылар, серіктестер мен клиенттер YouTube арнасынан Alina Paint бояуларының артықшылықтары мен Decorex декоративтік шешімдерінің сұлулығы туралы 36 жаңа бейнероликті көре алады. Түсірілім процесінің артқы көрінісіне көз жүгіртейік пе? Всем привет! Сегодня мы находимся на съемочной площадке, и прямо сейчас мы покажем вам, какие съемки там идут. Пойдемте. Шетелден жағымды жаңалықтар. Жобаларды басқару бөлімінің басшысы Наталья Курбанаева Alina Group атынан 2025 Nipsey Quality Control Circle жыл сайынғы байқауына қатысты. Іс-шара 6-7 қазан күндері Хошимин қаласында өтті. Сапа жобалары байқауына Nipseyға мүше 10-нан астам елден өкілдер қатысты. Наталья Семей қаласында жүзеге асқан аспирациялы жүйені жаңғырту және өндірістік шығындарды азайту жобасын таныстырды. Бұл жоба идеялар фабрикасы арқылы дүниеге келген болатын. Біз жобаның авторлары мен бүкіл команданы шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді бірлескен еңбегімізді жақсартуға бағытталған идеяларыңыз халықаралық деңгейге жоғары бағаланады. Now your favorite English club. In the new episode of the Alina podcast, we talk about how our new brands is growing and why our partners love it. Very soon you will see an open conversation about promotion loyalty programs and the future plans of February. Бізбен бірге болыңыздар. Және Alina News жақсы жаңалықтарынан хабардар болыңыздар.